Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте ерекше дайындалатын санды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге керегі ұн, сливочный май, сахарный пудра, 2 жұмыртқа, ванильный сахар, разрыхлитель. Ең алдымен бізге сливочный май қажет. Сливочный май міндетті түрде бөлме температурасында тұру керек. Алдын ала холодильниктен шығарып алыңыздар. Қатты ерімеу керек, тек қана саусақ батырған кезде саусақтың ізі қалатындай еру қажет. Сахарный пудра қажет. Оған біз ванильный сахарды араластыратын боламыз. Енді біз оны миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Мен нан илейтін насадканың көмегімен майымды осылай бір массаға келтіріп алдым. Енді ары қарай миксердің көмегімен бір жұмыртқадан салып отырып араластыратын боламыз. Ұнымызға разрыхлительді қосып, қолмен қамыр жасаймыз. Қолға жабысатын қамыр болмау қажет. Міне, тек осылай ғана жұмсақ болып шығу қажет. Төрттау болады. Сондықтан мен оны төртке бөлетін боламын. Мінекей осылай. Осындай салафанға салып, морозильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз холодильникте тұрғанша, оға дейін біз санымызды кесіп, алдын ала дайындап аламыз. Санымыздың орнына әріптер де болады, тіпті 2-3 данадан да жасауға болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен бұл 20 деген санды өзімнің інімнің туған күнінің құрметіне жасап жатыр. Менің інім бұйыртса 20-ға толады. Мінекей осылай қиып алдық. Қамырымыз холодильниктен шықты. Ол өте суық әрі жұмсақ күйінде қалу қажет. Бірақ біз оны қазір жайғаннан кейін міндетті түрде қайтадан холодильникке тоңазытқышқа салатын боламыз. Перманент қағазын аламыз. Біз қамырымызды перманент қағазына жаятын боламыз. Бірден сол кезде сіздерге ыңғайлы болады. Міне, размер келді.
қағазымызды жабыстырамыз. Енді біз оны пішініне қарай кесетін боламыз. Қалған бөліктерін аламыз. Шанышқының көмегімен осындай жасап шығамыз. Ұмытпаңыздар, бұл міндетті түрде жасау қажет. 2 санымыз дайын. Енді оны холодильникке тағы да 20-30 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінеки. Міне осындай жүрекшені жасап шықтық. Енді мен бұны торттың үстін әсемдеуге қолданатын боламын. Егер сіздерде тағы да артық тесто қалатын болса, оны пешке қалаған пішінде өздеріңіздің печеньяларыңызды жасап алуға болады. 20 деген санымыз холодильниктен 30 минуттан кейін шықты. Енді біз оны противенға салатын боламыз. Енді бұны біз 190-200 градуста 10 минут немесе 15 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, соның үшін қадағалап тұруларыңыз қажет. Корждарымыз пісті. Енді бұлар суығанша кремімізді дайындаймыз. Бізге қажетті сливки бізде міндетті түрде 33-35% болу керек, одан төмен болмайды. Сахарный пудра және творожный сыр. Сливкиді араластырып, қою крем жасаймыз. Енді біз қатты қоюланбай тұрған кезде сахарный пудрамызбен творожный сырымызды бөліп салатын боламыз. Енді осы кремімізді мешокқа салатын боламыз. Менде бупипайға арналған насадка. Егер ондай жоқ болса, жай ғана мешоктың көмегімен жасауға болады. Біздің корждарымыз суыды, формасын ұстады. Енді кремімізді жағып шығамыз.
енді өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мінекей біздің сан тортымыз аяқталды. Мен өз қалауымша әсемдеп шықтым. Енді сіздер өз қалауларыңызша әдемілеп, әсемдеп шығуларыңызға болады. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.